Менің аты жөнім Балпанова Айғаным. Мен Көкшетау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 5-ші Б сынып оқушысымын. Мен қоқысты бөліп жинау, еліміздің табиғатын қорғау атты ғылыми жобамен айналыстым. Бұл ғылыми жоба қазіргі таңдағы ғаламдық мәселеге айналған қоқыс мәселесі жайлы болды. Мен бұл ғылыми жобамен айналысу себебім, мен көше бойында жатқан полиэтилен пакеттерін қоқыс контейнеріне жетер-жетпестен қалдырып кеткен қоқыс қапшықтары көріп ойландым. Қала тұрғындары бұл қоқыстар 400-500 жыл шірейтінін неге ойламайды? Менің ойымша, бұл адамдардың экологиялық мәдениеттіліктері төмен, әрі олар өз туған жерлерін сүймейді. Мен осы ғылыми жобамның аясында көздеген мақсат пен міндетім болды. Мақсатым – қоқысты бөліп жинау, қоқысқа екінші өмір сыйлау, қала тұрғындарына үлгі болу, мектеп ауласын жасыл желекке айналдыру, матадан тігілген сөмкені күнделікті қолданысқа енгізу болса, міндетім қала ішіндегі және маңындағы қоқыс көлемін азайту, экологиялық мәдениетті дамыту, туған өлке табиғатын қорғауды мектеп, қала, облыс көлемінде насихаттау және қоршаған ортаға қазіргі экологиялық жағдайды жақсарту үшін өз үлесімді тигізу болды. Осының барлығы мектеп сап түзеуінде оқушыларға таныстырдым. Қазір қазақ даласында 43 миллиард тонна қалдықтар мен қоқыс жиналыпты. Оның 35 миллиард тоннасы техногендік минералдық қалдықтар болса, 8 миллиард тоннасы адам ағзасына аса қауіпті химиялық қалдықтар екен. Шіріген қалдықтар рак және басқа да қатерлі ісіктер туғызатын өте қауіпті канцероген болып, жұтып жатқан ауамызды ластап жатыр. Мысалы, адамдар күн сайын күл қоқысқа тастайтын қағаз 3 ай, қаңылтыр құтылар 100 жыл, кәдімгі полиэтилен пакеттері 200 жыл, пластмасса құтыларын жер бетінде 500 жылға дейін астам уақыт бойы шірімей жатып алса, шыны құтылар мен сынықтары 1000 жылға дейін жер қойнынан ластап топырақ құнарын жеп жатады екен. Мен өзім тұратын Көкшетау қаласының қоқыс мәселесін зерттеу мақсатында тазалық мекемесіне арнайы бардым. Бүгінгі таңда статистика бойынша Көкшетау қаласында 159.488 адам тұрып жатыр екен. Күніне қалада орнатылған 2285 контейнерлерден 120 тоннаға жуық қатты тұрмыстық қалдықтар мен қоқыстар шығарылады екен. Айына бұл көрсеткіш 3600 тонна болса, жылына шамамен 43 тоннаны құрайды екен. Ол қоқыс қала сыртындағы полигонға шығарылып, бір бөлігі өртеліп, қалғаны жер астына көміледі екен. Қаламызда өкінішке орай қоқысты қайта өңдеу зауыты жоқ, арнайы пластик қоқыстарын салатын қоқыс жәшіктері жоқ. Сондықтан болар қала тұрғындары барлық қоқысты бір қапшыққа салып дағдыланып кеткен. Осы жұмысты зерттеу барысында менде сонда біздің елімізде қоқыс мүлде қайта өңделмей ме деген сұрақ туындады. Сөйтсе, елімізде ірі қайта өңдеу зауыттары жоқ екенін білдім. Тек шағын кәсіпорындар бар екен. Сондай кәсіпорындардың бірі Астана қаласындағы Е-пласт KZ жшс екен. Мен сол жерге сапарға барып, тау-тау болып үйіліп жатқан әртүрлі целлофандарды, полиэтилен пакеттерін, пластикалық бөтелкелерді көрдім. Және оларға осы жерде екінші өмірдің берілу процесін тамашаладым. Жаңа дайын өнім құрылыс жасау кезінде қолданылатын кәріз құбырлары, суару құбырлары, тайрол құбырлары, кабель арналары, күнделікті үй шаруасында қолданылатын шелек легендері жасап шығарады екен. Қоқыстың да пайдасы бар екеніне көзім жеткізіп, Е-пласт KZ жасап жатқан жұмысы еліміздің экономикасына да, экологиясына да өз септігін тигізіп жатқанын түсіндім. Бұл кәсіпорынға қоқыс тонналап қажет екен. Ол қоқысты жеке кәсіпкерлер немесе шағын жшсылар әкеліп тапсырады екен. Соның бірі біздің қаламызда ЛС Көкшетау жшсы екен. Біз жоба жетекшісі Досан Серікбайұлымен ЛС Көкшетаумен хабарластық. Және олар біздің мектептің ауласына қоқыс контейнерін орнатты. Қоқыстың қандай түрлерін қабылдайтындарын, ол үшін шамалы ақша төлейтінін айтты. Ғылыми жұмыстың іске асырылу жолы келесідей. Біздің мектеп жинаған қоқысты ЛС Көкшетауға тапсырады. Олар Е-пласт KZ-ге өткізеді.
Олар қоқыстан дайын өнім шығарады. Түскен қаражатқа біз гүл тұқымдарын алып мектеп алдын көгалдандырамыз. Ал ЛС Көкшетау өздеріне түскен қаражатпен бір бөлігін балалар үйіне көмектеседі. Жоғарыда айтылған барлық мағлұматтарды алдымен сыныптастарыма, кейін мектебіміздің сап түзеуіне, мектеп оқушыларына түсіндірдім. Мектеп алдына қойылған қоқыс контейнеріне қағаз, пластик қалдықтарын үйден де әкеліп салайық деп басқа адамдарға, қала тұрғындарына, кішкентай балаларға үлгі болуымыз керек деп насихат жұмысын өткіздім. Біз мектеп болып осы іс-шараны қолға алғаннан кейін бұл жайлы облыстық Қазақстан Көкшетау телеарнасында бейнебаян көрсетілді. Сондай-ақ мен қоқысты азайтуға жол бастауды ұсындым. Мысалы, баршамыз полиэтилен пакеттерін ұстаймыз, ал оның жүру уақыты 200 жылды құрайды. Алматыдан тігілген дорбалар болса, 4-5 жыл қызмет етуімен қатар жүру уақыты 1 жыл ғана. Осы ойынды іске асыру мақсатында мектебімізде өткен жәрмеңкеде тәжірибе ретінде матадан экологияны қорғау азаматтық парызымыз деген жазуы бар арнайы сөмкелерді тігіп, оларды жарнамалап көрдім. Жәрмеңкеде қапшықтар алушыларға ұнап, барлығы сатып алынды. Осы жарты жыл ішінде жинап тапсырғанымыз үшін 18 000 теңге берілді. Оған гүл тұқымдарының 80 гүл орамасы алынып, 140 түп гүлге тапсырыс берілді. Ақиқатын айтсақ, қасиетті қазақ даласын алып, көл қоқыс алаңына айналып бара жатқаны ащы шындық. Қоқысты бөліп жинау әрқайсымыздың азаматтық парызымыз. Ол үшін сана сезімізбен бір-бірімізге, туыстарымызға, көршілерімізге осы мәдениетті насихаттауымыз керек.